Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін мен сіздермен бірге осындай керемет жеңіл жасалатын, екі ғана стаканның айран ғана қосылатын осындай керемет пирог дайындайтын боламыз. Видеоның соңына шейін менімен бірге болыңыздар. Енді бастаймыз. Бізге осындай бір стакан мәнейміз. Бисмилля. Бір стакан, бұлар 250 граммдық стакандар шығар. Бір стакан қантымыз. Сосын жаңағы бөлме температурасындағы айран қандай процентте болса да бәрібір. Мен 2-де 5-тік алдым. Жылытып, мінекей, осы 2 стаканды құямыз. Енді осыны жақсылап тұрып араластырамыз. Жақсылап тұрып, мінекей, араластырып алдық. Енді 15 басқа бір шаруаны істеп болғанша 15-20 минуттай бетін жауып, кішкене бір өзі бетіп ақырын ғана көтеріледі. Соған дейін қоя тұрамыз. Неке бетіне кішкене пузыректер пайда болыпты, керемет қатты көтерілмегенмен де. Енді осыған біз сұйық май құюға болады. Мысалы 100 грамм сұйық май құюға болады. Болмаса мындай май ертіп құюға болады. Менде үйдің сармайы, осылай кішкене ертіп алдым. Сұйық майлардың жоқ болса, үйдің сармайын қосыңдар да қойыңыз. Сұйық маймен де істейді жұрттар. Мен енді былай да жасауға болады. Мен кішкене еріп тұрған майдан қосып жатырмын. Бисмилля деп енді ақырындап араластырамыз. Өте жеңіл, тез жасалады. Жұмыртқа қосылмайды енді. Жұмыртқа қосып та жасауға болады. Егер сұрасаңыздар, жұмыртқамен жасап көрсетіңіз, сұйық маймен десеңіздер, комментарияға жазып кетіңіздер, мен міндетті сіздерге көрсетемін. Енді әркім әр қалай жасайды. Дүкеннің қаймағын қосады, ауылда болған мен үйдің қаймағын да қосып жасаған менде болуға тиіс. Мен сіздерге осылай маймен жасап көрсетейін деп жатырмын. Енді бізге бір стакан 200 граммдай ұнымыз бар. Бисмилля, негізі еленіп салынған, мен бірақ сонда да сіздерге көрсетейін деп, тағы да бір елеу үшін деп жатырмын. Осыған бір шай қасық ас содасын саламыз. Болады, қопсытқышта қосуға болады. Негізі айран болғандықтан, айран жаңағы кефир ас содасын жасалғанды жақсы көреді. Сондықтан да мен осылай ас содасын қосып жатырмын. Алдын ала елеп алғам, мен бірақ тағы да елеп жатырмын. Онды осылай елеп нетсе жақсы болады, өте көтерілуіне де. Ауа кіреді ондардың арасына. Стакан кішкене қалып кетті, бәрі саласың. Енді кішкентайына қант ванилина дейді, 8 граммдық. Дәмін келтірсін деп мен салып жатырмын. Болмаса салмай-ақ қойыңыздар. Енді осыны жақсылап тұрып араластырып аламыз. Дәп осы мен рецептімен жасасаңыздар, пирогтарыңыз шайға өте керемет шығады. Көпіріп жатыр әдемі. Айран жылы болсын. Жаңа пирогтарымыз жасаған кезінде жұмыртқалар да мысалы үй температурасында, бөлме температурасында болған жақсы, мұздай емес. Не қараңыздар, керемет болып шықты. Қараңыздар. Енді осыны біз 2 бөлікке бөліп аламыз. Екі бөлікке бөліп алдық. Бетіп қолмен бұлай істеймін, ренжімеңіздер. Так. Енді бізде какао бар. 2 бөлікке бөлдік, соның бір бөлігіне біз қазір 2 ас қасық какао саламыз. Мен осысына салайын деп тұрмын. 1, 2. Енді какао ұн сияқты. Бұған 2 қасық какао салғаннан кейін, жаңағы жасап жатқан мынамызға екіншісіне бұғанда 2 қасық толтыра ұн саламыз. Енді екеуін де жақсылап араластырамыз. Қандай күшті
керемет болып пісіп шығатынына күмәнім жоқ. Қараңыздар, айран дегеніңіз қиықша пісірсе де айран әдемі көтеріліп, мүңкілдеп тұрып көтеріліп шығады. Мынау пирогымызды керемет болайын деп жатқан сияқты. Жақсы араластырып аласыздар. Араластырып болдық. Енді прям воздушный болып тұр араластырғанда да. Күшті болып тұр енді бар ғой. Бұлт сияқты болып тұр. Енді екіншісін араластырып жақсылап қамырымыз, тестомыз дейміз, қамырымыз дайын болды. Оп-оңай қазірде шайға жасай салуға болады. Күшті болып шығады. Енді формаға саламыз. Менде екі мынандай форма бар. Біреу шыны, біреу мынандай. Енді ойлап тұрмын, мынаған пісірсем, онша мына үлкен көлемі. Мынаның түрі онша емес көрінбей қалар ма деп тұрмын. Не болса осыған жасайтын боламыз. Ал бисмилля деп шоколадымыздан жасай, қарасынан. Какао қосқаннан. Бисмилля. Әрқайсысынан бір қасықтан саламыз. Әрқайсысынан бір қасықтан саламыз. Енді ағынан саламыз. Бір-біріне жақындатып, осылай. Енді қарадан саламыз. Ақтан саламыз. Қарадан саламыз. Осылай барлығын шалып шығамыз. Сосын қазір көрсетемін. Осылай міне соңына шейін келіп қалдық. Енді бетіп қалғанын балалар үстілеріне салып шығамыз. Барынша, енді жеткенше өстіп әдемі болып тұр енді. Осылай. Ауылда тұрған кезінде жаңа салған қаймақты қосып шайға. Мама бұрын зебра торт жасаған кезде пирог бар. Свежий қаймақпен, мама, или қаймақ кішкене 3-4 сағат холодильникке тұрып, мама таңертең сауып, тартып, сөйтіп әбет болдың кезде сонымен ішсең ма, үсті қатыңқырап тұрады да, асты жұмсақ болып тұратын. Мынаны пышный пирог піседі маманың. Қаймақ даласында үлкен қасықпен толтырып, кішкентай қасықпен толтырып, үлкен қылып, ана пирогқа жағып жүріп, өзі еще қаймаққа істелген десе. Иә, шайдан ұрттап жүрсең, мама десе. Сөйтіп ауылда қазірде жасай қояттыңыз. Біз деген бар нәрсенің қадірін білмейтін адамдарымыз ғой. Бәрі табиғи ғой ол кезде. Табиғи. Жұмыртқа үйдікі болатын, көрермендеріңе айтатын том. Жұмыртқа үйдікі, қаймақ үйдікі деп. Қазір қалаға келгеннен кейін бәрі кішкене. Бұлай енді реті келгенше табиғи аламыз енді. Табиғи болсын деп. Неке енді болып қалды. Қолымызды нет жүрек енді ренжімеңіздер. Ол қалуға қалдырған. Неке салып алдық, менде осылай шықты енді. Енді осыны мен бетіп кішкене түр өзгерсін деп бетіп бірдеңе жасаймыз осылай. Сосын тағы да былай бірдеңе айналдырып жасайық. Түрі әдемі болды. Енді осыны 180 градуста 35-40 минутқа духовкамызға пісіріп аламыз. Духовканы жылып тұр. Неке пирогымыз дайын болды. Мына қараңыздар, өте керемет. Тексерейік. Супер, достар. Неке, бұнда жоқ. Так, енді осыны былай бір аударып аламыз да, потом жағын қайтып аударатын шығармыз. Ыстық. Вау, анашым. Біз маманың қолы алтын ғой. Ошақ тұра берсін бе? Ләқтіріп қалсы. Ошақ тұра берсін бе? Бір-бір керемет, достар, кәмі шай ішеміз. Бір кәс шай ішуге мына қараңыздар. Ыстық енді, конечно, енді. Керемет. Қазір енді кесіп көретін боламыз. Барлықтарыңызға сәлем, бүгін біздермен бірге мындай мама жасаған Мәниден пирог. Мәни? Айран. Айран.
Бисмилlah кесеге. Şu usta koş qanday ekan. Ортасын бізде көріп жүрейік. Ашып былай көрсетіп жүрейін мен, көрермендеріме. Мама, қылаватыр, қоя салыңыз. Прям жұмсақтығы датавы, жұмсақ достар. Мен просто ана не қосқам ғой. Шоколад қойып жесе күшті алар. Май қосқам үлпілдеп тұр. Бисмилlah деп алайын. Не қараңыздар. Қандай күшті. Анан достар, қонақ шақырсаңыздар бар ғой, бетіне бір қабат шоколад еріп жүрсеңіздер. Біз неге ерітпейдік? Мен қарашқым. Жақындап көрсетші. Сахарная пудра себуге болады еле. Міне қараңыздар. Ма бас көрсетіңізші сіздер. Енді достар, өтірік мақтағаным емес. Бисмилlah деп жеймін. Сіңілім дәмін көрсін. Ал, 1, 2, 3. Мен шоколадны жедім. Мына пирог деп айту қиын мені, достар. Қараңыздар. Торт. Ал. Мына қолға ұстап тістеп тұрып жейтін некен я мам. Жеймін ауызда. Тезірек шай қой десе. Особенно жұмсақ. Күшті ма? Болған жақсы емес пе шашың шығып кетті. Не қостыңыз? Мама, махаббатың қосты. Іште шоколад қойып жесеңіздер де әдемі болмайды. Әдемі болмайды деп ма? Крем болмас па? Оның үстінде одан да керемет болады. Одан да керемет бар. Енді не деп айтасыз? Маған да қазір кофемен ішіп алам. Прям. Жоқ, күшті прям. Дәмі ұнады. Шоколадный жері, особенно шоколадный па. Енді какао. Жасап көріңіздер, обязательно қонаққа да, қонақ келген кезде де, шай ішкенде де өздеріңізге жасап алсаңыздар болады. Маған ұнады, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Обязательно жасап көріңіздер. Сау болыңыздар. Ал құрметті көрермендер, осындай үлпілдеген екі ақ қана стакан айраннан, мәниден, манка дейміз осыдан шығатын осындай керемет пирогымыз дайын болды. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Подписка жасап, лайк басып кетіңіздер. Мен рецептіммен жасаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.